Құбыжықтар теңіз түбінде жасырынған ба? Адамдар мұхиттың тек аз бөлігін ғана зерттеген. Ал қалған бөлігі белгісіздікпен тылсымға толы. Су астында не барын ешкім нақты білмейді. Бірақ ғасырлар бойы теңізшілердің әңгімелері бір нәрсені меңзейді. Тереңдікте біз көрмеген алып құбыжықтар жасырынып жатыр. Кракен алып сегізаяқ немесе кальмар, оның ұзындығы 30 метрге жетуі мүмкін дейді. Ол кемелерді қармауымен орап, түбіне сүйреп әкететінін Норвегия теңізшілері баяғыдан бері айтып келген. Тіпті кейбір қазіргі ғалымдар да алып кальмарлардың барына сенеді. Ал Левиафан ше? Ол көне заманнан бері аты аңызға айналған құбыжық. Киелі кітапта ол теңіздерде билік жүргізетін жыртқыш ретінде сипатталады. Кейбір зерттеушілер оны мегалодон сияқты ежелгі жыртқыш акулалармен байланыстырады. Бұған қоса, ғасырда теңізшілер белгісіз, ұзын денелі алып жылан тәрізді тіршілік иесін көргенін жазған. Оны теңіз жыланы деп атаған. Ал ғасырда сонар құрылғылары тереңдікте түсініксіз алып объектілерді тіркеген. Біз оларды көрмесек те, олар бізді бақылап тұрған жоқ па? Түнгі теңіз бетінде белгісіз көлеңке көрсеңіз, бұл жай ғана толқын ба, әлде ежелгі құбыжық па?